Жетекшілеріміз дағы ішке сауаптық мамлерлер. Мен мұны айтқым келеді. Мұндан 2 жыл бұрын, 1 жыл бұрын СССР-дің директоры болды. Қазір СССР бірім қалыптық жоқ болып кетті. Ал регламент бойынша 2 минут өтті. Чоң рахмат. Елдік мен Ташкөмір. Елі сыйлаңыздар қатақ адамдар. Сіз ділі болып кеткеніне біз беріп қойғасыңдар. Ақсақал, сөйлеңіз мұндайда. Сіз тоқеттерін айтсаңыз, 10 минут сөйлесеңіз, елдің бәрі бүтеді. Тоқеттер же. Айтыңыз маған. Ошо құлағашты бұл жерден іш қозғап тұрып, Россияға қашырып жіберді. 570 мың сом. Кім қашырып жіберді? Прокуратура. Кімдің үстінен айтып отырсыз, қайталап қойсаңыз? Главврач Ташкөмірдің прокуроры. Сұлтанов, Тұрғұлы. Главврач СССР. Түсіндім ақсақал. Қабыл алыңыз, маған далаш тілсіне. Андан кейін мынау главврач бар. Замминистр бар. Рахмат. Ассалаумағалейкум, құрметті жиын жетекшілері. Мен Майысудың шаарының ақсақалдарының төрағасы Шабданов Жолдос Мамат. Мен келген шалдардың бәрі келген жоқ, бір мені жіберішті. Сіздерге біріншіден денсаулық, заманымыз тыныш болсын. Көй ел айтса жалған айтпайды. Бұлардың іші оңалсын дегендей рахмат. Тура түсінгілі, тура шешім бергілі, оғағын атқарғылы. Онан ынтымақ болайлы. Біз оқшан сіздерден қарыған чал болғылы. Ысық чай ішкіледі, анан ширин сөз ұқтылы. Мен қаларым шу игілік болсын бардыңарға, шешімін оларда келеріңерді біздің Майсайған барғыла. Шешім көй білесіңер, көп, біз айтпасақ келе білесіңер. Ошо рахмат, шүкіршілер, сұрап деген жетекшісі президентке ошо баламайма рахмат. Сіздерді тәртіпке шақырып отады. Келешек сіздердікі, тыныш болайлы, жақсы ниетке қонайлы дегендей сіздерге игілік қалайым балам. Балалардан қыздан урмат көргілі, шешіп шұрқа іште бергілі, игілік сіздерге. Чоң рахмат. Екінші сізге рахмат. Майлысы сайына шаарына біз бара албағанымыз облыс бойынша, республика бойынша қыдырау. Қачан бөлінеді? 8 миллион бөлінген, бірақ 20 миллион бөлінеді. Ошо қачан бөлінеді? Жауап бере алмады шығар. Қайдағанымыз сосы бөлініп 20 миллион ақша бөлінген. Қачан бөлінген? Қаралған бұл этапмен береді. Уже кооператив берген, өзінің қылған жұмысыны отчетін берген бойынша ақшасы төленеді бойынша. Бұны көзөмөлгө алабыз. Бұл бойынша 20 миллион ақша қаралған. Екінші сұрақ, жаңағы жол бойынша ким Минтранс балансын албай Қызылама шартасын 3 районды бириктирген жол, 3 километрлі жол. Қызылама шартасындағы жолды. Ешкім Минтранс балансын албай жатыр. Ким алады, ким қарайды ал жолды? Минтранс. Жауап беріп қойғыла? Ошон балансқа алу бойынша. Муниципалдық жолды Минтранстен алған. 5 қосылып тұрады, 2 күн балансына емес. Же деу қарабайды, жақында көш база жаман чоң. Тұрып ойнар, промо жол албай. Теге таза су бойынша ким Госстрой қаяқта жүреді? Сіз тұрыңыздар, сіз. Азыр теге баланс бойынша, қайсы баланс, қайсы жолда айтты? Барып түсіріп беріңізші. Қызалына бойынша да болады. Ошоны түшүндүрүңүз мыйзам боюнча. Барып түшүндүрүңүз. Вот тиги артында таза суу боюнча турат. Сүйлөштүлөр. Экинчи микрофон. Ташкөмір шаарынын тургуну Алдар Бергешалы. Мен суроом Бакыт Эргешевичке. Ташкөмір шаары чоң шахтар болду. Азыр ушул жерлер шахтык соонда иштелгендерди аксы айыл өкмөтү, Кишаржол айыл өкмөтү келип өздөрү билемдик кылышып атат. Даже ушу микрорайонго
işip участка берип атат. Bu şehirde urfadilleri büt bardırı bilen. Buna bu 30 yıldan beri çekilmeye gelgen netse. Buna büt veriler geldi. Büt işleşti. Blok keyinlik çok. Şunu bakıp geçiyor. Gözüm önünde kılıp işte sadık varıpka aydınmış. Şu oradan çekip versin şu. Oradan çekip. Amir şu çekip. 30 yıl oldu. Daha aytatılgan nerse. Taşkömür şaharında ek su içiyor. Buna en ayrı. Asakal düşündüm. Maksatlarıdır жүрөбүз. Негизинен өзүңүздөр билесиздер, акыркы 1,5 жыл ичинде ушул элдин адам укугу ээлейип, биринчи бизде адам укугу бузулбаш керек. Мамлекетте ого карата чоң иш-аракеттерди жасап атат. Ошонун алкагында биз укук кандай бузулбайт? Бүт мыйзам эрежелери менен тиешелүү мыйзамдарды өзгөртүп, толуктоп, жаңыдан жаңы редакцияда жазып кабыл алып бүгүн 1-декабрдан баштап 4 кодекс ишке кирди. Ошо жана айлап жылдап чечилбеген арыз даттануу, кылмыш иштер, ошолорго мөөнөттөрүн коюп, тез арада чечип, жабырлануучу тарапты да, шектүү тарапты да, соттолуучу тараптын да укуктары тегиз болсун, корголсун деген максатта иш-аракеттер жүрүп жатат. Азыр эми жолу ушунда мен убакытты көп алмайын, сиздердин берген суроолорго жазган арыздарга карап, дагы кайрылып калган сөздөрдү айтабыз. Рахмат көңүлүңүздарга. Рахмат. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы орун басары Төрөбаев Бактыергечевич келет. Ал жерде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы мамлекетибиздин бюджетине ошол ремонт иштерин жүргүзүүдө миллиондогон акчаларды зыянкерликти аныкталган. Бул факты боюнча Бул факты боюнча Кудай кааласа бир алкын мамлекеттерге жетишели. Аллах ушу ар дайым бизди колдоп, мына шаарыбызда эки шаардын элдигер отурат. Ар дайым ушу ынтымакта, биримдикте, достукта болойлу. Элибиз Кудай кааласа биримдик болсо, баардык ийгилик болсун. Аллахым ар дайым ошого жардам кылсын. Ал эми ушул жерде отурган баардыгыңыздарга мен каалайт элем туугандар. Сиздерге ушу өмүрүңүздөр узун болуп, ден соолукта болуп, Кудайым баарыбызды колдоп, Аллахым ушу азыркы максат тилектерибизди ишке ашырып, муну келип аткан чоңдорубуз, ошондой эле президентибиз Кудай кааласа ошолордун аткарган иштерине Кудайым жардам берсин. Тоодой баардыгыбызга жашагай ырыскы дөөлөт берсин, элибизге жашообуздун дагы жакшырсын туугандар. Ушул ынтымакта биримдикте жашап, Кудай кааласа кыргыз элин эң алдыңкы мамлекетке жеткизип, эки шаардагы ушу республикада алдыңкы шаарларга жетишсин. Ушуга Кудай буйрук насип кылсын. Аллахым ушу бүгүнкү баардык өткөн нерсени ыраазылык менен бере берсин. Амин. Ден соолукта болуп, тойлорду жогошайлы.